Сәлем достар, менің атым Лиза. Сендер өзіңнің жақсы көретін адамдарыңа барлық секреттеріңді айтасыңдар ма? Мен жақсы көретін адамнан үлкен секретті ұзақ уақыт жасырып, өз жақындарымнан айырылып қалдым, және оларды қайтара алмаймын енді. Менің жігітім болған, оның аты Брайан. Біз екеуміз колледжде таныстық. Ол популярны жігіттердің бірі болған, және де ол мені таңдағанына мен қатты таңғалдым. Ол әлемді өзіне бағындырғысы келді, сондықтан көп жұмыс істеді. Ол колледжді бітірген соң өзіне әлемді бағындырады деп ойлады. Және де ол жұмысынан көрі мені таңдайтын үнемі. Біздің махаббатымыз әрдайым шексіз болатын. Кейде қорқатын, себебі оның кәсібі менен озып кете ме деп. Бірақ ол мені әрдайым сүйетін. Және де біз екеуміз бір-бірімізге уәде бердік. Бірге әлемді бағындырып, сосын мен оның королевасы боламын деп. Және де ол колледжді бітірген соң біз бір үйде тұра бастадық. Ол күні-түні жұмыс істейтін, ал мен болсам оған қамқор болдым. Біз екеуміз бақытты болатынбыз. Және де біз кейін ақшаға тойған соң ұзақ өмір сүреміз деп. Бір күні ол маған өте үлкен жаңалығымен келді. Не жақсы, не жаман емес. Ол Великобританияға, яғни Ұлыбританияға барамын деп айтты. Сол жақта ол кәсібін айтамын деді. Бұл бір ай емес, 2 ай емес. Ары кетсе 1 жыл еді. Ал мен болсам оны сағынамын. Ал мен болсам онымен кетейін десем, менің оқуым бар. Біз сондықтан бұлай шештік. Мен оны тоқтата алмаймын. Егер тоқтатсам, ол бәрібір Ұлыбританияға кетіп қалады. Біз ойландық, сосын ол кетеді, жұмысын бастай береді. Сосын мен оқуды бітірген соң, кейін мен де оған ұшып барам. Сосын біз екеуміз Ұлыбританияда бірге өмір сүреміз деп. Өзіңіздеріңіз ойлап қараңыздар, біздің махаббатымыз ұзақ жерден болса да бар. Бірақ біз кейде қорқатынбыз. Егер біздің өміріміз шашылып кетсе деп. Кейде және мен ол кетіп бартқанда қатты жыладым. Ол болса мені жұбатып қалды. Ал ол болса мені бүйтіп жұбатты. 1 жыл деген өтеді кетеді деді. Сен батыл қызсың ғой, екеуміз бірге әлемді бағындырамыз, және де сен менің королевам боласың дейді. Мен сол жерде ұзақ жыладым. Кейін өзім колледжді бітіріп кетіп, ол сүйіктіме бара аламын. Біз екеуміз үнемі сөйлесіп тұратынбыз. Мен оның жұмысын, ол болса менің оқуымды сұрап отыратын. Және де оның жұмыстары көп болатын, сондықтан ол тез көп шаршайды. Кейде маған тіпті хабарласуды ұмытып кетті. Мен кейін ауыра бастадым. Тамаққа тәбетім болмай, құса бастадым. Басым қатты ауырды. Кейін дәрігерге бардым. Дәрігер маған 2 қабаттыққа тесттен өт деді. Сол кезде мен өткенде 2 қабат болып шықтым. Мен шок болдым. Және де ұзақ ойландым. Тіпті басым қатып кетті. Мен ұзақ ойланғаным соншалықты. Егер Брайан ашуланса ше, ол өзінің әлемін бағындыра алмайды. Оған жолына бөгет боламын ғой деп ойландым. Кейін ол бұл хабарды естіп, жұмысын тастап, біздің үйге қайтадан келеді. Бірақ кейін ол жұмысын тастап, мен оның королевасы бола алмай қаламын ғой деп ойладым. Сондықтан ұзақ ойландым. Өте ұзақ ойландым. Тіпті маған бұл өте ауыр болатын.
маған Брайанның жұмысын немесе баланы таңдау керек еді. Мен бұны ата-анам айтқанда олар қатты қуанды. Сонда мен айттым, егер баланы таңдасам, Брайанмен айырылысып кетемін деді. Олар болса, Брайан бұндай бала емес деп айтты маған. Сол кезде олар мені үйден шығарып жіберді. Мен оларға Брайанды, яғни Брайанның баласын асырап алуға беріп жіберемін деп айттым. Және де оларға жақсы қарайды деген ойда болдым. Брайанның жұмыстары көп еді. Сондықтан мен онымен видеозвонок арқылы сөйлескенде ішімде жауап отыратын. Немесе ауырып қалғандай кейіп танытып шарф байлап алатын. Және де ол мені байқамайтын. Кейіннен мен бала туралы ойлана бастадым. Маған ешкім көмектесе алмайды. Не құрбыларым, не ата-анам. Себебі енді мен жылап жүрдім, қатты ауырдым. Маған тіпті жанындағылар, көшедегілер біртүрлі көзімен қарай бастады. Неге ол жалғыз жүр? Неге жұбайы жанында емес деп. Мен бұл оқиғаны жалғыз өзім шешуіме тура келді. Менде ол дүниеге келді. Оның көзі сондай әдемі, сүйкімді еді. Мен оны асырап алуға бердім. Және де олар баланы көрген соң қатты қуанды. Әлі соған өкінемін мен. Білесіздер ме, менің күшім мықты болғанмен, бірақ психикам мені жей бастайды. Егер мен мұны Брайанға айтпай, секретін жасырып жүрсем ше дедім. Кейін мен Ұлыбританияға келдім. Және де біз екеуміз Ұлыбританияда тұра бастадық. Біз күнде бірге жүрдік. Әрі ол жұмысына көп уақыт бөлетін. Кейін мен оның жұмысқа емес, үйге деген махаббаты көбірек бола бастады. Және де ол кетіп қалды. Жұмысына кеткенде мені үнемі қорқыныш сезімі байлап отыратын. Тап бір артында құбыжық тұратындай. Кейде ол байқап қоятын. Кейіннен ол мені шаршап жүргенімді көріп, күйзелістен шықпай жүргенімді көріп, мені пляжға апарды. Және де мен күшті актриса болғандай көріндім. Кейін ол жұмысты аяқтап көп ақша тапқан соң, біз соны тойлаймыз дедік. Және де ол мені ресторанға шақырды. Мен әдеміленіп бардым. Оның жұмысқа емес, маған деген махаббаты көбірек болды. Бірақ сонда да ол бұл жұмысты жеңгендей көрінді. Және де ол жұмысын тастап маған қарай келді. Ол салыстырмалы түрде біздің махаббатымыз жеңіп кетті. Және де ол тізерлеп тұрып маған сөз салды. Мен сол кезде жыладым. Әрине, қуаныштан емес, күйзелістен, мұңайғаннан жыладым. Біз егер үйленсек, ол жақсы, ал мен болсам жаман болып қалмаймын ба? Одан бала туралы жасырдым. Жасырдым емес пе? Мен сонда да ойландым. Ол туралы айттым. Сен ақталып шықтым. Сенің бизнесіңді құртып алмау үшін сөйтіп жасадым дедім. Және де ол екеуміз қазір айырылысып кеттік. Ол көп ойлануға маған уақыт керек деді. Және де қазір мені күйзеліс басып жүр. Мен
тіпті ата-анамды да, тіпті Брайанды да ренжітіп алдым, және де оларды енді қайтара алмаймын. Сендерге айтатын құпияларыңды жасырмаңдар. Әрдайым оны өз достарыңа немесе жақсы көретін адамдарыңа айтып жүріңдер. Лайк басып, комментарий жазып, каналға подписаться етуді ұмытып кетпеңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар. Келесі видео кейін шығатын болады.